Сәлем достар. Біз өзімізге жаңа ежик алдық. Кірпі. Оған Соник деп ат қойдық. Ол әлі қорқақ және фыфты деп айта береді. Міне, ұстап қалса ол қазір аяғымды қошты тез. Қашып барады. Бізден қашқысы келді. Басында біз даже ұстауға қорықтық. Және ол арқасынан былай ұстап қалса фыфты дейді. Қазір қараңдар. Сосын секіреді қатты қорыққан кезде. Не болса секіреді. Және оның үстіне көптеген биттер клеш дейді ғой. Тас кенелер болды. Оларды біз алдық, 5-6 штук шықты. Тырнағын алдық, сосын дұрыстап жуындырдық. Короче, барлығын жақсы қылдырдық. Және біз оның басында ұстай алмадық. Сосын ютубтан қарадық, қалай ұстау оңайырақ деп. Әйтпесе біз осылай ұстағымыз келді, инесінен бірақ ауырды. Бұлай ұстағанда инесін тығып алды. Қазір көрсетеміз қалай ұстау керегін. Демеш өзім істеймін. Міне, ежикті алу үшін былай екі жақтан қолдарын осылай істеп көтеру керек. Немесе былай оғасқа. Былай. Оның инесі бізге кішкене ауыртады, бірақ мен қозғалт деген жоқ ма, көркем? Оны алу үшін не былай көтеру керек, немесе былай, бәрібір. Біз басында оның инесінен қорықтық. Сосын ұстап үйрендік. Ол кішкентай болғасын ашылады, ал үлкендері ашылмайды. Олар қорқақ. Кіндігін қараңдар какой странный. Дей береді. Жаңа мен тістеп алды. Не мұрны мынандай. Мен қолымды ұстап алды. Мен қолымды құшақтап жатыр. Қозғалтпаш. Күшті болды. Ты мой друг. Көркем, қозғалтпаш, қайттан істейміз ба? Қотақ басы аузын жапшы, қарағатын. Қозғалтпаш, қарағатын кетші бар. Міне, біз оған Соник деп ат қойдық. Құшақтама мені. Тырнағымды көрсетпей қойды. Подмек. Короче, біз оған коробкадан үй жасадық.